Қайырлы күн баршаңызға, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге осындай өте қолжетімді заттардан үй жағдайында өте дәмді пирог дайындайтын боламыз. Арасындағыларға творог керек болады. Өте жұмсақ, үлпілдек, ауызға салса еритін өте дәмді пирогтардың бірі. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Ол үшін бірінші кезекте осылай жұмыртқамен шекерімізді жақсылап аппақ болып ағарғанша көпіртіп аламыз. Миксердің көмегімен, немесе блендердің көмегімен, немесе венчиктің көмегімен болса да, әрине өз қалауыңыз аппақ етіп көпіртіп алсаңыздар болғаны. Міне осылай ағарғанша миксерлейміз. Міне ендігі кезекте сүтімізді құямыз. Кішкене араластырып, үстіне сұйық май құямыз. Міне сұйық майымызды құятын боламыз. Міне осылай блендермен араластырғаннан кейін ұзақ араластыруға тура келді. Содан соң оның разрыхитель ванильный сахарды салып, силиконовый лопатканың көмегімен араластыратын боламыз. Миксерлемейміз бұл кезде. Осылай астынан жоғары қарай араластырамыз. Арасында түйіршік болып қалмау керек ұнымыз. Осылай асықпай жақсылап араластырып аламыз. Міне осымен тестамыз дайын болды. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп, осылай тестамызды құйып аламыз. Печкамызды алдын ала міндетті түрде қыздырып қоямыз. Бір шеті биік, бір жағы пәс болып қалмас үшін осылай тегістеп шығамыз. Содан соң салмасын дайындаймыз. Творог, шекер, бір ас қасық крахмал, бір жұмыртқаны салып, осылай блендермен жақсылап езіп аламыз. Мен бұл жерде жүгері крахмалын қолдандым. Міне осымен салмасы да дайын. Енді осындай мешок кремнің қалташасына салып, тестамыздың үстінен құямыз.
Міне осылай сызықша етіп қиып шығамыз. Осымен пирогымызды печкаға жібереміз. 170-180 градуста 35-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Осымен пирогымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.